Сүйікті көрермендерім, йогурт үй жағдайында жасау жолдары. Дайындау жолы көп ақталмайды. Керекті заттар: айран, банан, алма, виноград. Айранды құйып қойдық. Үй температурасында тұрған жылы айран. Алманы кесіп, тазартып салдық. Бананымызды 3-ке бөлдік. Виноградымызды жудық жақсылап. Енді блендермен взбивать етеміз жақсылап. Взбивать етіп болғасын айранымызға салып араластырамыз. Үй жағдайында жасалған. Хош иісті, қант қоспай дайындалған. Үлкен адамдарға да, кішкентай балаларға да беруге болады. Ұнайды сіздерге. Жасап көріңіздер осы менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып. Айранымызға араластырдық. Өз қалауларыңыз бойынша қосыңыз. Жақсылап араластырдық. Ас қорыту жолдарын жақсартады және салмақ жоғалтуға көмектеседі. Жүрек, тамыр жүйкесінің жұмысын жақсартады. Көңіл күйімізді жақсартады. Мидың жұмыс істеуін. Йогурттың пайдасы өте көп. Сондықтан да жасаңыздар. Үлкен кісілерге, балаларға жасап беріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.